Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен асқазан жарасы мен аш ішек аурулары туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қоюды ұмытпаңыздар. Егер асқазанды қызанақ шырынмен емдеуді бастағыңыз келсе, жаңа сығылған шырынды тамақтан кейін күніне 3-4 рет ішіңіз. Бұл емдік шараны 15-20 күнге дейін жалғастыруға болады. Содан соң 7-10 күнде үзіліс жасап, емді қайтадан жалғастырасыз. Бұл жолы емді 14 күнге дейін созуға мүмкіндігіңіз бар. Екінші жолы асқазанда жара пайда болса, бұрынырақ көптеген емшілер мына тәсілдерді қолданған болған. 200 грамм асқабақты жақсылап езіп, азырақ сары май қосып араластырады. Сосын осы араласпаны 2 стакан қызанақ шырынының қосуы керек. Тұз қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырып, күніне 2 рет тамақтан кейін 20-30 минуттан соң ішеді. Апта бойы емді жалғастырасыз. Арада 5-7 күн үзіліс жасағаннан кейін емді тағы да 5-7 күн қабылдайсыз. Осылайша халықтық емінің көмегімен іш қатуды да, асқазанның жарасынан да құтылуға болады. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз.